Фильм екі көліктің жоғары жылдамдықпен қоймаға қарай келе жатқан көрінісімен басталады. Бұл көліктегі адамдар екіншісіне оқ жаудырады. Көп ұзамай полиция іске араласып, көліктердің соңынан қуа бастайды. Оқиға желісі ресейлік қылмыстық топпен байланысы бар Дмитрий есімді адамнан басталады. Ол жол бойында екі адаммен кездеседі. Олар оған жасырын орнынан келген тапсырманы береді. Дмитрийге бір мекенжай жазылған қағаз ұсынылады, және сол жерге еш кідірмей баруды керектігі ескертіледі. Тапсырманы орындаудың маңыздылығы қатты айтылғанымен, Дмитрий бәрін қиын емес екенін көрсетіп, сенімді түрде жолға шығады. Оған бірге алып кету керек бірнеше сөмке беріледі. Дмитрий көлігімен түнгі қараңғылыққа сіңіп кетеді. Осы уақытта басқа жерде Дэйв есімді ер адам құрылыс алаңында жұмыс істеп жүреді. Ол ұзақ уақыт бойы адал еңбек етіп, жақсы жұмысшы ретінде танылған болатын. Оның әріптестері оны құрметтейтін, ал басшысы Лес оның еңбекқорлығын жоғары бағалайтын. Бірақ бір күні Лес Дэйвке жағымсыз жаңалық айтады. Компанияның арнайы тексергісі кезінде оның бұрынғы әскери қызметі туралы ақпарат шыққан. Тексеру барысында Дэйвтің кезінде басшысына шабуыл жасағаны және ауыр қылмыс жасағаны анықталған. Лес Дэйвтің жақсы қызметкер екенін мойындаса да, компанияның ережелері бойынша мұндай қылмысқа кешірім жоқ екенін түсіндіреді. Сондықтан оны жұмыстан шығаруға мәжбүр болады. Дэйв бұл жаңалықты үнсіз қабылдайды. Ол ашуын ішіне жасырып, құрылыс алаңынан кетеді. Бірақ сыртқа шыққан кезде оның жағдайының қаншалықты қиын екенін байқауға болады. Үйіне қайтып келе жатқан жолда оның телефоны шырылдайды. Қоңырауды әйелі Джен қабылдайды. Ол күйеуінің қашан келетінін сұрайды. Дэйв оған жұмыстың күтпеген жерден аяқталғанын айтады. Джен олардың қаржылық жағдайы нашарлап бара жатқанын жеткізеді. Қарыздар көбейіп кеткен, ал Бен есімді адам оларды үнемі мазалап жүрген. Тіпті банк қызметкерлері келіп, төлем мәселесін шешуді талап еткен. Дэйв әйеліне бәрін реттейтінін айтып, мүмкіндігінше тез үйге жетуге тырысатынын айтады. Джен оған сенетінін білдіреді. Ал бұл уақытта қылмыстық әлемде үлкен операция дайындалып жатқан еді. Морган Эндрюс бастаған топ үлкен шабуылға дайындалады. Олар қаруланып бір нысанаға келеді. Дмитрий де осы топтың ішінде болады. Олардың мақсаты ақша ұрлау. Топ ғимаратқа кірген кезде жағдай бірден бақылаудан шығып кетеді. Қарулы адамдар күзетшілерге қарсы шабуыл жасап, атыс басталады. Оқ дауыстары бұл ғимаратты жаңғыртады. Дэри Диксон атыс кезінде жараланып, құлап қалады. Морган бәріне тез арада кету керектігін түсінеді. Олар қашу көлігіне отырып, оқиға орнынан алыстайды. Алайда Лиам есімді топ мүшесі жараланып, жолда қалып қояды. Оның жағдайы ауыр болғанымен, ол жаяу қашып құтылуға тырысады. Морган мен Мич Лиаммен байланысуға әрекет жасайды, бірақ жауап алынбайды. Біраз уақыттан кейін Лиамнан хабарлама келеді. Ол өзінің темір жол аумағында екенін айтады. Морган ол жерді жақсы білетінін айтып, көлікті сол бағытқа қарай айдайды. Темір жол бекетінде Лиам Дэйвке тап болады. Ол қару ұстап, одан көлігінің кілтін талап етеді. Бірақ Дэйв қорықпай қарсыласады. Екеуінің арасында төбелес басталады. Олар темір жол вагонының ішінде бір-бірімен айқасады. Сол сәтте жақын маңынан жүк пойызы өтіп жатады. Дэйв шайқас кезінде басымдылыққа ие болып, Лиамды пойыздан лақтырып жібереді. Пойыз өтіп кеткеннен кейін Морган мен Мич келгенде Лиамның денесін жолдан табады. Олар алыстан ақ түсті көліктің кетіп бара жатқанын көреді. Бұл Дэйвтің көлігі еді. Ол әлде қашан қашып кеткен болатын. Кейін Морган мен Мич жасырын жерге оралады. Морган ұрланған сөмкені ашып қарайды. Бірақ оның ішінде ақша жоқ болып шығады. Сөмкеде тек пайдасыз заттар ғана болады. Олардың жасаған барлық әрекеті босқа кеткен еді. Терри мен Лиам да осы үшін қаза тапқан болатын. Мич Морганды сабырға шақырады. Бұнан да қиын жағдайлардан өткендерін еске алады. Енді олар дәлелдерді жойып, әрі қарай әрекет ету керек екенін түсінеді. Морган жағдайды шешу үшін өзінің ағасы Сафқа хабарласатынын айтады. Осы кезде Дэйв жол бойында көлігін тоқтатып, әйеліне қоңырау шалуға тырысады, бірақ Джен телефон көтермейді. Ол оған дауыс жазбасын қалдырып, тек оның дауысын естігісі келгенін айтады. Ал басқа жерде ресейлік қылмыс әлемінің басшысы Влад Иванов болып жатқан жағдайды біледі. Ол суық мінезді, қауіпті адам ретінде танылады. Оған қоймадағы шабуыл туралы ақпарат келеді. Оның сенімді адамы Николай болған жағдайды толық баяндайды. Влад бұл істі жай қалдырмайтынын көрсетеді. Ол Николайға бір ғана тапсырма береді. Кінәлілерден белгі ретінде бір нәрсе алып келуді бұйырады. Осы уақытта Морган мен Мич Сафтың гаражына келеді. Саф Морганды тыныштандыруға тырысады. Морган өзінің марқұм әкесі мен ағасы үшін бәріне дайын екенін айтады. Саф болса бұл өмірдің тым қауіпті болып кеткенін түсіреді. Ол қартайғанын және мұндай мәселелерге қайта араласқысы келмейтінін білдіреді. Олар сөйлесіп отырған кезде теледидардан ұрлық туралы жаңалық көрсетіледі. Мич экраннан ақ түсті көлікті байқап қалады. Ол бірден темір жолдағы Дэйвті есіне түсіреді. Ол көліктің жүргізушісі сол адам екенін түсінеді. Морган мұндай адамды қалай табуға болатынын сұрайды.
Мич болса көліктің мемлекеттік нөмірін жаттап алған айтады. Осы қабілеті үшін Морган оны әзілдеп, ерекше есте сақтау қабілеті бар адамға теңейді. Саф көліктің нөмірін анықтап беруге келіседі, бірақ ол табыстан өз үлесін талап етеді. Көп ұзамай олар Дэйвтің қайда екенін анықтайды. Оның бағыты Дюранивл қаласы. Ол жерге жету үшін шамамен 2 күн жол жүру керек. Саф оларға қару береді. Морган мен Мич жолға шығып, түн ішінде ұзақ сапарға аттанады. Морган мен Мич жол бойында келе жатып бір-бірімен әзілдесіп отырады. Морган Мичті көліктен түсіріп кететіндей кейін танытып, жол жиегіне қалдырып кетеді. Мич ашуланып көліктің артынан жүгіре бастайды. Біраздан кейін Морган көлігін кері бұрып, күліп келеді де оған қайта отыруға мүмкіндік береді. Осы уақытта Дэйв жол бойында полиция қызметкерлеріне тоқтатылады. Ол жылдамдықты белгіленген мөлшерден асырып жіберген болатын. Полиция қызметкері Роуз оның құжаттарын тексереді. Құжаттағы мәліметтерден Дэйвтің Дюранивл қаласына бара жатқанын байқайды. Полиция оның алдыңғы орындықта тұрған сөмкеге назар аударады. Ол ішінде не бар екенін сұрайды. Дэйв алғашында сөмкеде ештеңе жоқ екенін айтқысы келеді, бірақ полиция көлікті толық тексеретінін ескерткен соң амалсыз сөмкені ашады. Ішінен ескі кітаптар шығады. Дэйв оларды әжесінен қалған заттар екенін түсіндіреді. Полиция бұл жауапқа күмәндағанымен дәлел болмаған соң оны жібереді. Дэйв жолын жалғастырады. Ол әлі де ұрланған ақшаны көлігінде жасырын алып келе жатқан еді. Жолда Морган мен Мич өздерінің бұрынғы оқиғаларын айтып, әзілдеседі. Олар Мичтің есте сақтау қабілетіне таңғалып, оны ерекше қабілеті бар адамға теңейді. Бірақ көп ұзамай олардың артынан полиция шамдары көрінеді. Морган көлікті тоқтатуға мәжбүр болады. Бұл сол жолдағы жылдамдық бақылауына байланысты еді. Морган олардың отбасылық жерлеу рәсіміне бара жатқан айтады. Ол құжатының артқы орындықта қалғанын айтып, ал отырсады. Полиция қызметкері көліктен шықпауын ескертеді. Алайда Мич бұйрықты тыңдамай есікті ашады. Ол артқы орындықты қарай еңкейген сәтте жағдайдың қауіпті екенін түсінген полиция қаруына қол созады. Екі жақ арасында қақтығыс басталады. Морган мен Мич полиция қызметкерін өлтіріп, оның көлігін пайдаланып кетеді. Олар оның денесін көлікке салып, жолдан алыстайды. Біраз уақыттан кейін полиция қызметкері есін жинайды. Ол тірі қалғанын түсініп, қаруына қол жеткізуге тырысады. Бірақ жағдайды бақылауға алған Морган оны атып өлтіреді. Морган мен Мич бұл оқиғадан аман қалғандарына өздері таңғалады. Олар полиция көлігін тастап, іздерін жасыруға тырысады. Ал Дэйв жолда әйелі Дженге тағы да хабарласады. Ол ұзақ уақыттан кейін байланыс пайда болған айтады. Джен оның шаршаған даусын байқап, ұйықтаған-ұйықтамағын сұрайды. Дэйв бәрі жақсы болатынына сендіргісі келеді. Бірақ Джен оның сөздеріне толық сенбейді. Себебі күйеуінің өмірінде үнемі осындай түсініксіз және қауіпті жағдайлар болып тұрады. Радиодан жаңалық беріледі. Полиция ұрыларды іздеуді күшейткен. Екі түрлі жерде болған оқиғалардан кейін 5 қылмыскердің өлгені анықталған. Тергеушілер бұл ұрлық есірткі саудасына байланысты қылмыс соғыс болуы мүмкін деп есептейді. Бірнеше сағат жол жүргеннен кейін Морган мен Мич GPS байланысын қайталады. Ал Дэйв өз фермасына жетіп, көлігін үйінің алдына қояды. Ол жанармай құю бекетіне тоқтайды. Сол жерде кездейсоқ Морган мен Мич те келеді. Мич Дэйвтің көлігін бірден байқап қалады. Ол Морганға көрсетеді. Морган көлік жүргізушінің іздей бастайды. Бірақ Дэйв олардың келгенін сезіп, артқы есік арқылы қашып үлгереді. Мич қорыққан қызметкерге қару кезейді. Бірақ Морган жағдайды бақылауға алып, оны тыныштандырады. Олар қауіпсіздік камераларындағы жазбаларды алып, тез арада кетеді. Жолда Морган Дэйвтің көлігін байқап қалады. Ол жылдамдықты арттырып, артынан қуа бастайды. Дэйв артынан кім келе жатқанын білмейді. Кенеттен оған қару бағытталған байқайды. Ол көлігін тоқтатуға тырысады, бірақ артынан қуғандар жақындай береді. Ол кері жүріп өзін қорғауға тырысады. Ашық далада екі жақ арасында атыс басталады. Морган жараланады, бірақ ауырсынуға қарамастан көлігін тоқтатпайды. Алайда Дэйв жылдамдықпен алға кетіп, бұрылыстан жоғалып кетеді. Морган мен Мичтің көлігі жолдан шығып, балшыққа батып қалады. Мич көлікті итеруге тырысады, бірақ дөңгелектер айналғанымен машина орнынан қозғалмайды. Мичтің аяқ киімі балшыққа толып кетеді. Морган оған кейін жаңа аяқ киім сатып алып беруге уәде береді. Осы уақытта полиция қызметкерлері өлген әріптестері туралы ақпарат алады. Олар оқиға орнына келеді. Тергеуші жағдайды тексереді. Жол бойынан тасталған полиция көлігі табылады. Қабықшалар бұрынғы атыспен сәйкес келеді. Сонымен қатар жақын маңдағы жанармай бекетінде атыс болған туралы хабар келеді. Морган мен Мич қиын жағдайға қалған кезде олардың жолына Джон есімді жергілікті адам келеді. Ол жүк көлігімен келіп, оларды балшықтан шығарып алады. Морган оған алғыс айтып, Дюранивл бағытына қарай жолға шығады. Ал Дэйв ферма маңынан Дженге қоңырау шалады. Ол басына үлкен қауіпті түскен айтады. Оның қолына қауіпті адамдарға тиесілі нәрсе түскенін түсіндіреді. Джен одан бұл затты иелеріне қайтарып беруге болмай ма деп сұрайды. Бірақ Дэйв жағдайдың соншалықты қарапайым емес екенін айтады. Ол Дженнен ұлы Айзекті тез арада Лиза апайының үйіне апаруын сұрайды. Джен ашуланады. Ол күйеуіне үнемі сенетінін, бірақ әрқашан осындай қиындықтар қайталана беретінін айтады. Дэйв оның қауіпсіздігі үшін кетуін өтінеді. Ақыры Джен Айзекпен бірге кететінін айтып, телефонды қояды.
Морган мен Мич фермаға жақындай түседі. Морган Мичті оятып, жақындап қалғандар айтады. Мич, егер Дэйв ақшаны басқа жерге жасырса, не болатынын сұрайды. Морган оны қалай болса да сөйлету керектігін айтады. Ол Дэйвтің Лиамды өлтірген адам екенін еске салады. Бірақ Дэйвті өлтіруге болмайтынын ескертеді. Себебі ақшаға апаратын жалғыз жол сол адам. Алайда Дэйв олардан бұрын әрекет етеді. Ол терезеден олардың келгенін байқап, көлігімен қашып кетеді. Морган оны ашуланып қолайды. Ол Дэйвті айлакер адам ретінде атайды. Олар ферманың жанындағы дала арқылы жаяу қуып жетуге тырысады. Морган ақшаны тең бөлісетінін айтып, оны көндіруге тырысады. Дэйв кері айналып ағаштың артынан шабуыл жасайды. Ол Морганға қару кезеп, оны тізерлетеді. Сол кезде Морган Дэйвтің саусағындағы әскери сақинаны байқайды. Дэйв оның қайтыс болған ағасына тиесілі екенін айтады. Екеуі төбелесіп кетеді. Морган уақытша басымдыққа ие болып Дэйвті жерге құлатады. Ол ақшаның қайда екенін білгісі келеді. Осы кезде Мич келіп, Дэйвке қару бағыттайды. Морган Дэйвке ресейліктер оның отбасын өлтіретінін айтып қорқытады. Бірақ Дэйв отбасы туралы айтқанын ұнатпайды. Морган ақшаны бөлісуді ұсынады. Бірақ Дэйв қатты шаршағанын және бұл жағдайдан құтылғысы келетінін көрсетеді. Кенеттен алыстан мылтық дауысы естіледі. Мич жерге құлайды. Оған жасырынған жерден Николай оқ атқан еді. Морган Мичтің атын атап айғайлайды. Николай бұталардың арасынан шығып, мылтығын қайта дайындайды. Дэйв көліктің артына тығылып үлгереді. Далада қайтадан атыс басталады. Мич жараланып қайтыс болады. Николай да оқ тиіп жерге құлайды. Ол да көп ұзамай қозғалыс қылады. Дэйв жараланып жерде жатыр. Бірақ соңғы күшін жинап Николайға қарсы тұрып, оны өлтіреді. Кейін полиция алыс жолдан екі адамның мәйітін табады. Олар Морган Эндрюс пен Мич Грин болып шығады. Тергеушілер олардың бірі қатты соққы алғаннан кейін өлтірілгенін анықтайды. Полиция қызметкерлері Робби аймақты көптеген фермалар бар екенін айтып, тұрғындардан сұрау жүргізуді ұсынайды. Олар ақ түсті көліктің тергеу нөмірін тексереді. Көлік Дюранивл тұрғыны Дэйв Шепардқа тиесілі болып шығады. Жүйеде оның бұрын әскери мерген болған көрсетіледі. Тергеушілер Алан мен Стивен Маршалл Дэйвтің фермасына барады. Дэйв оларды сабырлы түрде қарсы алады. Олар одан түнгі оқиғалар туралы сұрайды. Тергеушілер жолдағы өлі адамдар туралы айтқанда, Дэйв оның қамауға алынғанын сұрайды. Олар әзірге ондай мүмкіндік жоқ екенін айтады. Бірақ кейін жағдай өзгереді. Маршалдың шын мәнінде сатқын екені анықталады. Ол Дэйвтің ақшаны алғанын біледі және өзі де бұл істің ішінде болған. Ол серігін атып өлтіреді. Маршал Дэйвке ақшаны ешкім тірі күйінде таба алмайтынын айтады. Ол барлық қылмыскерлерді өзі өлтірмек болғанын, ал Дэйв оған жұмысты жеңілдеткен мойындайды. Дэйв егер оны өлтірсе, ақшаның орнын ешқашан білмейтінін айтады. Маршал оның иығына оқ тигізеді. Кейін Дэйвті ұрып, тіпті оны ұлы Айзекті алып шығатынын айтып қорқытады. Бірақ Дэйв беріспейді. Сол сәтте ферма ішінде бір оқ атылады. Маршал жерге құлайды. Оның артында Дэйвтің әйелі Джен тұр еді. Ол күйеуінің мылтығын алып, оны қорғауға келген болатын. Дэйв әйеліне қарап қалады. Джен оның үйренгенін және енді отбасын өзі де қорғай алатынын көрсетеді. Это только начало.